қалай? Не жаңалықтарыңыз бар? Жексенбіге жетіп сайлауды өткеріп жатқан жайымыз бар ғой бәріміздің. Ойбай, даусың керек, ойбай, даусың керек дегеннен кейін барып даусымызды бердік. Енді есептейтін адамдар сол даусымызды есепке алса, одан артық арман жоқ бізде. Анашым, по-любому нұротан жігіт. Ой, сен тишотшы. Біліп отырмыз өзімізде. Біз таңдау жасадық. Ендігі таңдау сіздерде ғой. Дұрыстап таңдасаңыздар жақсы болатын еді, даусымызды ескеріп кішкене. Дегенмен жұрт көп ойланып, активный болып, таңдауын біз ойлағандай емес, басқаша қылып атқан сияқты. Енді оның нәтижесі көрсете жатар. Сайлауға барсын деп базардың бәрін жауып тастапты ғой. Ары бері шарқырып қайттық. Ойбай, праймеризге барам деп кет баратқандар көбейді ғой. Мәссаған. Анау да баратыр, мынау да баратыр. Ой, бармаған адам қамады біз жақта. Бәр жолда қалыпта қайтадан сол саяси ойында ойнап жүргендер қайтадан шықты ғой. Новый лицо болады екен, ойбай-ау. Жаңадан жаңағылардың арасына жаңа бет-бейнелер кіреді екен деп еді. Қайда? Бәр жолда қалды ғой, бара жатқаның бәр жолда қалды да. Баяғы соның ішінде жүргендердің өзі қайтадан шықты ғой. Анарғы обал ғой, еңбектен барамыз деп шығып еді. Әжептеуір киініп, боянып, бәрі қапты жолда. Қайсы өздері. Неменеге оны басты қатыра бересіңдер, лучше өздерің ұйымдастыра бермедіңдер ма? Хорошо, что мен барған жоқ, әйтпесе бір талай әңгіме болып кететін еді. Не болып кетті, я? Мен танитын жұрттың бары адалға дауыс берді ғой. Өзім де соған дауыс бердім, біздің дауысымыз не болып кетті? Біз өлгендер тірі болып кетті ма? Не заман фантастикалық кино болып кетті ғой мына жерде. Өлгендер дауыс беріп жатыр дейді ғой. Біз өліп қалдық па, не болып кеттік сонда? Сияз жаман болып тұр. Сайлауды ұйымдастырушылардың сияздары жаман болып тұр. Анякпен байланысқа шығып жатыр ғой, көрдің бе? Ойбай. Өлгендер жүр дейді ғой списоктің ішінде, дауыс бергендердің ішінде. Мәссаған. Анан қара. Да чего біздің техникамыз дошло деп біз шетелге сенсация жасасақ болады. Біз сайлау кезінде өлгендер тірілте аламыз десе, күшті болатын сияқты. Зато бір Қазақстанның ойлап тапқаны. Онда мүмкіндік болса, одан ақша да жасауға болады ғой. Мысалы, мен ата-бабаммен кездесу үшін сіздерге төлеймін. Айтайық ата-бабамызға. Жеріміз мынау, сайлауымыз мынау болып жатыр, ойбай-ау. Не істейміз? Сіздер дауыс беретін заманға жеттік деп. Кішкене жалындаған жастар кішкене шығатын еді деп көтермелеп ең болмаса бір 3-ші орынға қоймады ма? Бізге прикол ұстап, мәселелерге адал деп отырсыңдар ма? Не дейміз енді? Осы не дейміз ғой, болды ғой. Міне, осы түсінбей дейсің болды. Амансыздар ма? Қалдарыңыз қалай? Не жаңалықтарыңыз? Қаламаңызшы. Оля, не болды екеуі? Қазір көршілер түсінбей полиция шақырып жүрші. Ойбай, оның несі бар бізге полиция шақырып? Бізді алып кетеді ғой. Оля. Олар да қызық тегі. Айқайлағанымды алып кетпеймін, бізге айқайлағанымды. Сонда мені алып кете ме? Сізді алып кетірсіз ғой айқайлаған. Оля. Анашым, одан да сізді алып кеткен қаламасаңыз айқайламай отырыңыз. Оля, мыналар не дейді маған? Бізге келмей қойыңыздаршы. Біздің мамамыздың дауысы өзі сондай, бізге оның дауысы айналайын деп еркелеткен сияқты. Біздің киіміміз бүтін, қарнымыз тоқ, бір-бірімізді жақсы көреміз. Мыналар қорқып жүр екен ғой байқұстар, менің даусыма бола полиция келе ма деп. Көршіде үйренген қорықпай өмір сүре беріңдер. Келсе келерді. Бірақ дұрыс айтып отырайын. Бұларды алып келіп шырылдатқанша мына бізді. Амансыздар ма? Қалдарыңыз қалай? Не жаңалықтарыңыз бар? Не істеп жатсыздар? Біз кешкі шайға отырдық. Балалар жаңа спорт салып, кел шай тамақтарын ішсеңдерші, неғып отырсыңдар? Кел бері. Ойбай, ұмытып кеттім ғой. Қазіргі балаларға айғайлауға болмайды екен. Тұрмыстық зорлық, зомбылық туралы заң-закон бар. Сол заң-законды қарқып болғандай, соның ішіне бірнеше пункттар мен өзгертулер мен толықтырулар енгізіпті. Біз анау тұрмыстық зорлық, зомбылыққа қарсымыз деп қуана береді екенбіз.
ішіндегі пункттарын оқып атса сұмдық дейді. Мына үйіндегі балаңа ойбайлап ұрсуға болмайды дейді. Ойбай. Бұл закон жүзеге асса бірінші мен кетейін деп тұрмын ғой, кететін жағыма. Сен кетпейсің, баланы алып кетеді екен, алып кеткіштер. Құдай-ау, жетімдер үйін жоқ қыламыз деген анау заңдарың қайда кетті? Сондай программаларың бар еді ғой. Сендер жетімдердің санын көбейтейін деп отырсыңдар, қайқа апарып асырайын деп отырсыңдар, Құдай-ау. Жаңағы балаңның анау-пынауын әперіп, тамағын үлгемен бүлдеге орап отырмасаң, экономикалық зорлық-зомбылыққа жатады екен. Ойбайлап ұрсып, балаңа зекісең, эмоционалдық зорлық-зомбылық болады екен. Мына көршің сенің ойбайлап отқанын естіп, звондаса, сенің балаңды алып кетуге құқылы екен. Ол баланы алып келіп тексереді екен, көгеріп, далада құлады ма, үйінде құлады ма, басқа ма қарамайды, сені алып кетіп, пәленбайым бір жерде балаңды ұстап, содан кейін сені зерттейді екен. Психологқа жібереді екен. Ойшым, бақи-чықи, ойшым істейтін тірлік қаған жоқ деген сөз ғой. Білдіңіз ба? Енді ана заңды айтып отырса, ішін күйіп жанады енді. Балаңызды үйде тастап кетуге болмайды. Жұмысқа бармайсыз, балаға қарайсыз дейді. Бірақ сөйте тұра, балаңыздың бөлмесі болып, жағдайы болып, дұрыс тамақтанып, қажеттілігінің бәрін өтеуін керек дейді. Ал енді қара, өзің үйде оны қарап отырсаң, оның қажеттілігін қалай өтейсің, соны нағып тегі кішкене ойластырмады. Одан да сен балаңды қарап отыр құрсын. Біз саған ақша төлейміз десе, енді оның Құдайдың жөні енді. 12 жасқа толмаған баланы үйіме тастап кетпейсің дейді. Ал енді маған келіңдер үйге. Айқайлап отырып, шай ішіңдер, кел. Міне, көрдіңіз ба? Жегеніміз нан. Міне, сендер сонда қалай есептейсіңдер? Мынау жақсы тамақ ішіп отырған дегенге не жатады? Жаман тамақ ішіп отыр дегенге не жатады? Міне, осыны біз білмей отырмыз. Осының ара жігін ашсаңдар. Қазақ тектеген халық. Мен осыны ол баста мына төменде бар айтқанмын. Ниет деген хабарды айтам деп маған бір психолог сен емдеу керек деді ғой. Тек деп өсіреміз баланы қайсеңдерде. Қазаққа жат, қазақтың қасиетінде жоқ заңдарында өздерің алыңдар. Одан да алимент төлемей жүрген әкені қу. Арақ ішкен отбасыны түзе. Есі дұрыс емес болса, соның баласын алып, ананың есін түзуле. Ал енді кеше сайланған әлгі екі сөздің басын қосып ант беремей тұрғандар, ежіктеп болсаңдар, осыны қолға алыңдар. Тұрмыстық зорлық, зомбылық туралы заң закон әлі жыр болып отыр ғой бізгеше. Мен айтам, сондай законның ішіне жаңағыда пункттерді 1000 пункт дейді ғой, Құдай-ау, миға сыймайтын. Өзі орысша жазылыпты ғой, ол тек қазақшасы жоқ. Орысшасын талқылап қазақшаға аударып отыр ана юристтерші. Енді мен айтам да, Құдай-ау, одан да мынау отбасын, тұрмысын ойрандап жатқан, біреудің үйіп отқан семьясының ойранын шығарған ойнас қатындарға неге заң шығармайды дейді. Міне, нағыз тұрмыстық зорлық, зомбылық. Шешенің психикасы бұзылғаннан кейін баласына шаппай ма, күйеуіне қарай шапшымай ма, оны құртып отқан ана қатынға неғып сондай заң қабылдамайды? Сондай ұйып отырған семьяны тастап, қатын алам деп жүрген, 5 баласымен тастап, ана жаққа елеңдеп жүрген еркекке неғып жаза қолданбайды? Міне, нағыз тұрмыстық зорлық, зомбылық. Шығарсын заң закон. Міне.